Ассалаумағалейкум құрметті достар. Бүгін 30.01.2022 жыл. Әдеттегідей Тараз қаласындағы Асер мал базарындамыз. Бүгін осы базардың бағаларын бір шолып шығайық. Олай болса кеттік. 700 мың теңге буаз әрі байлау бие. 700 мың теңге. Оптым құнаншығарлар 430 мың теңгеден. Үлкені бар, кішісі бар. 430-дан. Оптым бағалы. Бұлай жекеде сатылады. Дөнен шығары ат 650 сұрап тұр. 620-ға береді. Берілетін бағасы 620. Буаз бие 520 мың теңге сұрап тұр. Кемі бар. Кезінде сауылған екен. Орғашы жабағы 190 мың теңге сұрап тұр. Буаз бие 500 мың теңге сұрап тұр. Кемі бар. 430 мың теңге еркек тай бордақы сойғанға келеді. Шаруа бие кенже буаз дейді. Расы өтірігін білмеймін, бірақ кенже буаз дейді. 500 мың теңге сұрап тұр. Шаруа бие. Құлынды бие 500 мың теңге сұрап тұр. Кембі бар, ұрғашы құлыны бар. Бірақ бейінің өзі шағын. Еркек жабағылар 165 мың айналыпты, 4-еуі. 250 мың теңгеден сиырды қазір алды. 150 мың теңге. Бұзаулы сиыр 4-ші тума 340 мың теңге сұрап тұр. Бұзаулы ұрғашы. Байлау бұқа қазір сатылған екен 230 мың теңгеге. Бұзаулы сиыр 1-ші тума. Бұзауымен 220 мың теңге тұр. Өзі 160 мыңға берем дейді, сиырдың өзін. Бұзауымен 220. 1-ші тума сиыр. Еркек байлау бұқа 180 мың теңге сұрап тұр. Кемі бар. Шаруа бұқалар 8 айлық дейді. 145-тен 2-еуі. Қысыр сиыр 260 мың теңге сұрап тұр. Кемі бар байлағанға. Еркек бұзау 85 мың теңге деп тұр. Ой аласа кішкентай бұзау. Бұзаулы сиыр бұзауынау 350 мың. Ал сиырды да 350 мың теңге деп тұр. Ал 5-ші тума. Ал 4-ші тума 350 мың. Жаңа туған бұзау 55 мың теңге сұрап тұр. Бұзауға сиырға теңеп болуға сондайға. Құнажын сиыр 160 мың теңге сұрап тұр. Кемі бар. Буаз сиыр 250 мың деп тұр. Берілетін бағасы 230, сондай жобада беріледі. Жақын арада туат дейді жүр. Еркек бұзаулар. Еркек бұқа. Жеке болса 150-ден, оптым шеу болса 45-тен беремін. 430 мың теңге деп тұр. Бұзауы сиыр. Бұзауы арғы жағында тұр. 430 деп тұр. Кемі. Байлау бұқалар. Оптым бағада 225-тен беремін дейді. Барлығы байлау. Ана шетте бастап наға дейін 6-ауы 225-тен. Шаруа бұқа 175 мың теңге деп тұр. Бағасына келсеміз дейді. Кемі бар. Сек қанша? 40. Нау үшеуі? 35. 35-тен, е? Кемі бар ма? Кемі бар. Окончательно беретін бағасы қанша? Окончательно қанша бас? Жалпы біреусін айтсек? Біреусі ма? 33. 33, 30 болмай ма? Жоқ, 30. Елдің бәрі беріп жатыр. Үшінің арасында не берсін? Все. Мынау еркек, е? Иә. Қалғандар ұрғаш.
Mına 70'den 60 деп атсыз ба? Қанша жасар бұлар? Жасқа толмаған, иә? 70, 60. Юлақты 13'тен бересің. Мынау ненше ешкі? 30 пара 30. 30 мың, иә? Олар 13'тен бересің. Мынау қойлар сенен ба, брат? Алар? Қаншадан? 39'dan ба? Олар 39'dan шығады. Мына қошқарды 100 мың теңге сұрап отыр. Кемі бар. Қозылы қойлар 65'тен. Ана жеке тұрғанша? 38. 38, иә? 35 мың теңге. Қой. Мына екеуі 30'дан, иә? Мынау? 28. Кәрі қойлар ма қой? Жап жас қойлар қой. 30'дан, иә? 55 болды ма? Мынау қой. 55 мың болыпты. Camına gidekşi. Қозылы қой 65 мың теңгеде тұр. Қанша жас тұрматады? 4-3. Мына қошқарды қанша деп тұштады? Қошқар қанша? 105 сұрпы кемі бар. 105 деп тұшты. Кемі бар, е? Акыншетінде беретін бағасы қанша? Келсем беріп қой. 90'ның үстінде бола ма, болмай ма? 90'ның үстінде. Домалақ болады ғой. Все. Ешкілерді қаншадан деп атсың? 22 деп атыр. 22'ден ба, әрқайсысы? Иә. Мынау ақ 45'ін алар ұрғашы ма, еркек па? Мына екеуі сек, мынау қошқар. Анау қошқар, ана екеуі сек па? Байлау тоқты қошқар 50 мың теңге деп тұр. Қошқар. Шыруай епім. Аха. Дедіп ба ғой. Қанша деп атсыз? 55. 55. Берілетін бағасы қанша? Келсеңіз, е? Тәтәні қозылы қой қанша? 60. Ау? 60 мың теңге ма? Қанша туған? 50. Bir jet ба? 60. Акыншетіліне қанша болады да? Берілетін? 50 мың, е? 85 мың теңге. Қошқар қой, е? Лақ тешкілер лағымен 30 мың теңге деп тұр. Түсес бұл берілетін бағасы қанша? 28-ден, е? Осымен достар, бүгінгі баға осындай. Егерде видео ұнаған болса, лайк басып, арнаға жазылып, қоңыраушаны баса отырыңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.